Керей Жәнібек хандар елорданың сол жағалауындағы үлкен көше. Тұран даңғылынан басталып, Қабанбай, Ақмешіт, Түркістан, Мәңгілік ел, Әлихан Бөкейхан көшелерімен қиылысып, Мұғалжар көшесі басталатын тұста аяқталады. Ұзындығы 5865 метр. Керей мен Жәнібек қазақтың алғашқы хандары. 15 ғасырдың 50 жылдарының аяғында Керей мен Жәнібек өзбек хандығы тайпаларының бір бөлігін басқарып, Моғолстанға қоныс аударған. Бұл туралы тарих беттерінде бұлай делінген. Дешті қыпшақта Шайбанид Әбілқайыр билікті қолына алған соң, көпшілігі халықтың Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігі Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбасы өзендерінің аңғарында орын тепті. Моғолстан ханы өз қарсыластарымен болатын күресте көмектесер деген есеппен қазақ басшыларымен одақтас болды. Өзара қырқысулар мен соғыстардан жапа шеккен 200 мыңға жоқ көшпенділер Жәнібек пен Керей ханның маңына топтасады. Керей Жәнібек хандар көшесі бойында бірқатар медициналық маңызды мекемелер бар. Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық, ұлттық ғылыми онкологиялық орталық, ұлттық ғылыми трансфузиологиялық орталық орналасқан. Көшенің орта тұсында ерекше дизайнмен салынған тілеп қобыз сарайы бар.